Жұма ве ақшам шерефлеріңіз қайырлы олсын. Бүгін февральның 24-ді ве Қырым ижғалінің 1093 күні. Студияда Муслим Умеров болуна бізім шымдеке эфирімізде бойле хаберлер. Ижғалжілер февраль 26-сы күні арфесінде Қырым татарларға қаршы басқысына артмақталары. Денішмелерге фұрсат олғана қанда түшінмесінлер, айтмасынлар деп басты ябалары. Якын арада 1035 қанунның мемури сынырындан кечірілген шейлер жедвеліні кенешлетежек. Бұл қарар яқын вақытта денішмелерінен қабыл етілмек керек. Украиналылар яралы ато аскерлері үшін қан берелер. Елінден келген шекілде ярдым етмек керек. Қырымны Русияге кираға бермеге теклиф еткен Артеменко Қырым Мұхтар Жүмкуретінің прокуратурасында сорғуға чекілді. Халық депутаты журналистлерге шат оларақ сорғуға чекілгенін айтты. Оның қайдеткеніне көре тағиқат еле ишбірлігіне разы олып, о базар әртесі күніне да бір сорғуға чағырылды. Халық депутатынен бағылы қавға Андрей Артеменко Нью-Йорк Таймс мақалесінде Украина шарқында барышы қолсын деп, Қырымны 50 еді 100 елға кираға бермеге теклиф еткен сон шықты. Крым – це Україна. Крым, на жаль, не згаданий. Қырым Украинадыр, афсузки Қырым Минск алашмаларында қайдетілмеген. Менің фікірім же Қырым халқара севиеде ұнытылған. Украинадан ғайры бүтін медени дүния Қырым Украина олғанына айта. Украинадан ғайры бүтін медени дүния Русияны истиләджі деп адландыра. Украина истиләджі иле тижерет ве ишбірлігіні япа. Иллеріде де бойле олмасыны доғры деп саймайым. Україна співпрацьовує з агресором, і я не вважаю, що так повинна. Эрвин қайда? Фальчилер бойле суалнен Киевдеки Русия елшіханесінің бинасы өгіне келгенлер. Бұл енді Қырымда ғайып олған Қырым татары Эрвин Ибрагимовге бағышланған 8-інші дестек акциясыдыр. Бүтін дүния Қырым татар конгрессінің ижра комитет азасы ижғалтелген Қырымда кешкен сенесі майысының 24-інде ДПС урбасында олған инсанлары тарафындан хрысыланылды. Эралда олғаны кеби бұ меселенен Русия Федерациясы ве Украина акиметлеріне мұраджат етіп, бұ инсанларының бұлынывыны тақиқ етмеге рижа етеміз. Қырымдаки соңки тенту ве инсанларының тұтылмасы Русия Қырым татарларыны 26 февраль арфесінде қорқызмақ үшін япмақтадыр. Бұны адвокат Николай Полозов білдірді. Оның сөзлеріне көре ижғалжілер Қырым сакинлері өз позициясыны білдірмемесі үшін басқыны арттырмақтадыр. 2014 сенесі февральның 26-сында Қырым татарлары Украина бірдемлігі митингіні кечіріп, Русия ижғаліне қаршылық көстергенділер. Российская власть реагирует на годовщину событий. Русия акимиеті 2014 сенесі олып кешкен вақияларының еллығына сеслене. Олар инсанлар кенеді соқақларға чықып, 3 ел евелсі денішмелерге фұрсат олғана қанда түшінмесінлер, айтмасынлар деп басты япалары. Тогда, 3 года назад, был шанс. 1035 санлы Қырым мемури сыныр кечетіні белгілеген қарар яқын вақытта денештірележектір. Бұл ақта Украина миллет векілі ве Меджлис рейсі Рифат Чубаров білдірді. Оның айтқаныларына көре денештірелген қарарда Қырым сакинлеріне өз шақси шерлеріні кечірівде ясақлар олмамақ керектір. За теми данными, якими я володію. Енді олған малыматқа көре бұл қарар яқын вақытта денішмелерінен қабыл етілмек керек. Денішмелер инсан кечуіне дегілде шақси шейлер кечірілмесіні енгілештірмек керек. Ижғал олынған Қырымдан шыққанлар өз шақси шейлеріні ичбір маниясыз кечіре білмек кереклер. Мисал оларақ көчмеге істегенлер шейлеріні өзлерінен алмаға аққы олмақ керек. Речі повному обсязі, тобто те, що в них накопичилося, якщо вони переїжджають на материк жити. Қырымның азат етілмесі инсан ақларының вазиетіне ярдым ете білер. Бұл ақта Қырым татарлар лидері Мустафа Джемилев биян ете. Халық депутатының сөзлеріне көре, Түркия президенті Реджеп Тайип Эрдоған Қырымда инсан ақларының бұзылмалары ақында мұнтазам суретте биян етмекте. Amnesty International тәшкілятының әрсенелік мұразасында есе инсан ақларының бұзылмалары ақта да чоқ малюматлары бар. Эрдоган еле музыкерелер кечерген вақытта бұ сіздің Путин еле сүбетлеріңіз файдасыз олғанын айттым.
Ишгалжилерге басқа етмеге ве санкцияларға қошылмаға девам етмеге керек. Тек бойле етіп сізге сойдаш олған қырым-татар халқына ярдым ете білесіңіз. Қырым азат етілмегенше инсан ақлары ile вазиет денішмейчек. О 2 яда 10 insanны азат етмеге ярдым етечек. Ярын есе Путин да 100 insanны апыс етечек. Onun için bu проблеманың чүзілуі дегіл. Одного-двоих или 10, завтра Путин арестует еще сотню. Поэтому это не решение проблемы. Куреш ярышы Номан Челебиджиханның ве ватан первер ширлеріні айтып, Гинческ районның Счастливцево көйінде шиит кеткен Қырым-татар халқының лидеріні андылар. Мерасим девамында мектеп тәлібелері ве ерлі сәкенлер үшін Номан Челебиджиханның тәржімеалы ве фалиеті ақында ачық дерс кечірілді. Генчілер Куреш ярышында өз күчлеріні сынап бақтылар, талиплерге Номан Челебиджихан адына батальон ве ерлі иш адамларından қой бағышланылды. Ay gidi tatarışları okunmalar, okursalar kimsede kim kammalar. İstanbul'da, Paris'te birinci bolla onlarga, yapanlarda onlarga yetalmalar. Я поклявся, давши слово, за народ померти мій, втішити його в недолі, сльози витерти рясні. Бо якщо я навіть ханом буду жити сотні літ, все одно пора настане в землю полягти мені. Мы, как маленький народ... Біз кечкене ләкин пек ғурурлы миллетміз. Қырым-татар халқымызда Номан Челебиджихан кеби улу инсанлар олған. Батальон адындан сізге батальон байрағымызны тақдим етмеге істейім. Счастливцево көйі біздің батальонына қошылды. Бізнен Қамачавда олмасаңыз беле телефон етсек бізге ярдым етмеге ашыға жанымызны білеміз. Сау болыңыз. Хочу вперше Бірінші кере Номан Челебиджиханның сөзлерінен Украина бойынша яны флешмобын теклиф етмеге істейім. О, өз халқы үшін өлмеге істегенini айтқан еді. Мен де шымды оғынызде тұрып, мен Воробьев Александр халқым үшін өлмеге істегенімні айтам. Бұл сөзлеріні девлетіміз Украинаның әйі ватанперверлеріне теслим етем. Украинаға шан шуретлер олсын. Я, Воробьев Олександр, теж хочу померти за свій народ. С-300 зенит-ракеталы комплекслері БТР ве локаторлар. Ишгалжилер Ақярда бала мейданчығына қаршы Русия арби техникасыны ерлештірділер. Русия мудафаджылары күні анда бұл шекілде қайдетілер. Балама девлетіміздің насыл техникасы олғаны мерақлы еді. Айтқанна көре ол ватан қоршалайжысы олacak. Балам ватан первер. Патриотично настроенный мальчик. Чтобы показать технику военную. Балама арби техниканы көстермек үшін келдім. О, яңғын арабасы ве эпс арби техниканы бегенді. Очень интересно, нам понравилось. Чуркин Москвада Троекуровск мезарлығында дефинетілді. Бірлешкен милетлер тәшкілатында Русияның даими темсілжісіне арби тирам көстерілді. Матем кортежіні шерефлі қаравул қаршылады арби оркестр яңғырады. Виталий Чуркин февральның 20-сінде Нью-Йоркта 65 еллығына бір күн қалғанда өлді. Өлімнің себебі да белі дегіл Бірлешкен милетлер тәшкілатының даими темсілжісі Чуркинның бірінші муавины Петр Ильичев олды. Владимир Путин Чуркинны жасаретлік орденінен тақдирледі, ләкин жаназеге Русия президенті келмеді. Чыплах Фемен әрекетінің фальжысы Русия тарафдары Франкистан президентіне намзет Марин Ле Пеннің матбуат конференциясыны бозмаға тырышты. Фемен әрекетінің фальжысы Марин яланжы феминистка сөзлеріні бағырмаға башлады.
Оны салондан чықарғандан сон Ле Пен өз чықышыны девам етті. О Европа бірлігінен ишбірлікні тоқтатмақ кереглігіні білдірді. Ве Трамп саясетіні хайырлады. Русияны есе дүния күш балансының эсас элементі оларақ адландырды. Девлет хайынлігі селялы зидет вақтында душман тарафына кечув ве дезертерлік. Киев шерінің Дарницкий районының Арби прокуратурасы Украинаның Сабы Харбии Қырым Сакины Максим Одинцовға қабатлавны сеслендірді. Ишгалинден Эвель прапорщик Одинцов Сақ шерінде Новофедоровка вертолет отрядында радист атыджи оларақ қызмет еткендір. Ярмаданын Ишгалинден сон Николаевкаға қызметке бармаға редете ве Русия ордысына кече. Махкемеджілер коллегиясы делилеріні огреніп шатларыны динледі. Максим Одинцов есе қабатлавнен разы олмағаныны білдірді. Девлет хайынлігінде қабатлана. Украина ватандашының әрекетлері территориаль бүтінлігі селялы чатышма вақтында душман тарафына кешмесі, тоқынмамасы ве девлетінің қорчалынуына зарар кетірмесі үшін аселет япылды. Прокурор илян еткен қабатыны танымайым. Аятның бір тамчысыны бағышлан Киевде ато зонасында болынған Украина арбийлері үшін 2 күнлік қан берув акциясы кече. Топланған қан Киевдeki хастаханелерге берілежектір. Курабие, Татлычай ве Икеев. Бу шарта эрестеген ясак факторлар олмаса, ич олмағанда ярым литр қан беребілежеклер. Милена Киевли ожапче. Акцияға достынен беребер келген. Бізім келішіміз бірінші дегілдір, бір да ярдым етмеге істедік. Елінден келген шекілде ярдым етме керек. Алина Криворогдан келген студент. 19 yaşındaki kız энде ikinci kere қан бере. Украинаның корчалажаларына ярдымчы олмак истейді деп айта. Эта ситуация не обошла стороной, что сейчас происходит. Бу вақия янынан кече алмадым. Украинаның шымдыки алында аз олса да ярдым етейм дедім. Бір шей yapmak куванчлы бір дuyğu. Олар біздің корчалайлар, минидарлық оларақ бізде бір шей yapmalımız. То, что делают они для нас в данный момент. Бу қан беру акциясы энде 2 күнден берли девам ете. Тешкилатчылар хастаханеде en az 100 литр қан жоланacaklarına үміт беслейлер. Сьогодні вже другий день. Бүгін акцияның екінші күні түневін 150 инсан yazıldı. Бүгін де 150. İnsanlar saatқа көре дағытылды. Түневін аман-аман 50 литр қан топланды. Бүгін де aynı миqdar olur деп білейміз. Сьогодні передбачається теж так. Bundan da gari erestеген yaralанған арбилерге левхаларда дестек сөзлеріні де язабылейді. Келечек қан беру акциясы апрель айында кечірілмесі планлаштыралар. Лидия Полянская, Ислам Пинка, Заман, АТР. Ярдым қолы Киевде Қырым саяси мобюслерінің балаларына қол тұтмақ үшін хайрия акциясы кечті. Шевченко адына университетінде махсус ярмалығы кечті. Анда шар қашлары оселінен япылған безеклер ве шар халқылары ақта әдебият сатылыққа чақырылды. Бір істеген чөлмекшілік санаты қына ресімлері ве Қырым татар орнеклерінің нағышы бойынша өткерілген мастер-классларға қошылды. 66 Қырым саяси мобюслерінің баласы бабасыз қалды. Базылары бабалары аписке алынған сон дүнияға келді. За 3 года оккупации Крым из свободной, открытой, вольной территории превратился в серую зону, где царит беспредел, где сажают наших братьев, где убивают, пропадают люди. К сожалению, статистика очень печальна. Це наш духовний обов'язок підтримати тих людей. Якщо ми не можемо зробити щось більшого, давайте ми їх підтримуємо нашим словом, нашим внеском, нашою підтримкою, допомогою. І це буде ще одним кроком по поверненню Криму до складу України і ще одним кроком по підтримці наших братів і сестер в окупованому Криму. Сахда Қырым татар, Азербайджан, Гагаус ве түрк емеклері. Солда есе қолнен япылған шейлер, Қырым татар тимсалері ве шарк медениетіген бағлы китаплар. Киев Мили Шевченко адлы университетте рука помощи ярмалығы башланды. Biz bu akçalarını Gagauzlar isteriz gösterme. Hani biz bir aileyiz. Biz biriz. Açın sizde acarsıydı bir parmağını bilinen bizim de bütünle kolumuz acır.
Biz isteriz, bilesiniz, yani biz size arkayız. Yani bugün Kırım Tatarların bu durumu dilsal bütün dünyada göstersin. Hani size yapıldı haksızlık. Düşünüyorum ki bu etkinlik Kırım Tatarlar için hem bir reklam olacak, faydalı bir şey olacağını düşünüyorum. Bu bakımdan biz de buraya geldik. Türkiye Cumhuriyeti'ni aynı zamanda bir şekilde temsilen. Burada Kırım Tatar kardeşlerimizin yaptığı faaliyetlerden bizler de görüyoruz, bunları paylaşıyoruz. Мында чөлмекчиклик ве кынаря сым сызыву ве Крым татарына гышнен бағлы мастер-класслар кечерилди. В первую очередь мы показываем мастер-классы для людей, чтобы они это делали для себя. А второе, приятно, потому что эти деньги пойдут для детей в Крым. Türkologiya kafедрасының ожалары шарқы емеклеріні пішірдейлер. Студентлер оларыны саттылар. Ярмалықта топлаган 52 гривна саяси мобислерінің балаларына ялыны жақтыр. Лидия Полянска, Эльдар Исматов, Заман, АТР. Киевде хожалы геноцидінің 25-ші йылығы анылды. Эрменистан элчілігі бинасы өгінде Эрмени селялы құветлері хожалы шәрінің запт етілмесіне бағышланған митинг кечті. О вақытлары Эрмен женкеверлері ерлі сәкенлеріне қаршы шиддетлі үжім кечіргендірлер. Справедливость для хожалы! Справедливость для хожалы! Хожалы шәрінде әлі олғанларының фоторесімлері ве милли байрақлар акс етілген. Бұл етіп Азербайджанда фажалы вақияларының 25 жылығына бағышланған акциясы башланды. Мы хожалы! Мы хожалы! Карабах, Азербайджан! Карабах, Азербайджан! Селялы инсанлар апансыздан евге сұрып кірділер. Хатырлай Садик Белялов. О вақыт 6 яшыны толдырды. Шукуны en yakın insanlarını ғайып etті. Біз evde отырайдық. Апансыздан атеш açmağa başladılar. Raketalar uçup келді. Адамлар қычыры başladılar. Анда бабам ве адамның сойлары илек oldu. 25 тәне версі Эрмен селялы құветлері бір геже хожалы шәріні запт еттілер. Олар Сабық Совет бірлігінің мото атышу полтын ақыр техникасыны ішлетіп, атеш açтылар. Хожалы геноцид нәтижесінде 613 инсан әлек oldu. Олар арасында бала, қадын веслі башылары да бар еді. Коридор тешкіл етілді. Адамлар Агдаға чықмаға керек еділер, амма yolda пасуға түштілер. Олар исянда олған инсанларға қаршы атеш açтылар. Хожалы фажасының қателері ве фажасы мағыш еткенлер бұл күнге қадар жазаланмады. Шер аляда Эрмен ишғалінде болынмақта. Акция шырақчылері иселяжыны ишғал етілген территорияларını бошатмаға ве сымарышчыларыны жазаламаға талап етелер. Бұл яра ешбір вақыт ұнытылмас. Біздер интихам yapmaға істемейік, қан токілгенін де істемейік. Біздер хожалы фажиясында адалетлікні талап етеміз. Егерде біз бұл жинайет ақында хатырламасақ ве айтмасақ, бүгін ве ярын Украина ве дегер мемлекетлер ишғал етілежек. Киевдегі Азербайджан диаспорасы Эрмен элчиханесі янында ел наразылық акциясыны кечірі. Айны более тедбірлері дүнияның чешет көшелерінде кечірілді. Эльвина Сидбулаева, Эльдар Исматов, Заман, АТР. Бұл біздің соңки хаберіміз еді. Ратлық күнлеріңіздің ей кечірілмесіні ве АТР-ле олғаныңызны тілейім. Саулықнен қалыңыз.